Саламатсыздар ма балалар? Мен Алмамбетов Рахымжан Дүйсенович, Тараз қаласы, Бауыржан Момышұлы атындағы нөмірі 45-ші Қазақ классикалық гимназиясының география пәні мұғалімі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы климат түзуші факторлар. Яғни бірінші сабақ. Оқудың мақсаты 8-3-2-1 климат түзуші факторларды талдайды. Бейнематериалмен жұмыс. Яғни үйге климат түзуші факторлар тақырыбын оқу берілген. Енді тақырыпқа сәйкес бейнеролик көреміз. Және тақырыпқа қатысты тапсырмалар орындау арқылы мақсатқа жетеміз. Қазір мен сілтемені басамын, сіздерге арнайы бейнеролик ашылады. Ауа райы берілген уақыт пен жердегі атмосфералық жағдайларды сипаттайды. Ауа райы мен климат бір емес. Климат 30 жыл, не одан да ұзақ уақыт аралығындағы орташа ауа райы бойынша есептелетін орташа атмосфералық жағдайларға негізделген. Нақты бір күннің ауа райы сан алуан болуы мүмкін. Дегенмен аумақтық климаты бізге қандай ауа райын күтуге болатынын айтады. Әлемді бірнеше климаттық аймақтарға бөлуге болады. Олар тропикалық, қоңыржай, құрғақ, суық, полярлық. Әр климаттық аймақтың өзіне тән климаты, өсімдік жамылғысы және жануарлар әлемі бар. Полярлы аймақтар жоғары атмосфералық қысыммен, құрғақ мұзды желімен және ылғалдылықтың аздығымен ерекшеленеді. Климат жағдайлары аймақтан аймаққа өткенде өзгеріп отырады. Тропикалық немесе экваторлық белдеулерде ыстық және ылғалды ауа райы жыл бойы байқалады. Мұз қатқан полюстерден ыстық шөл мен қоңыржай шалғынға дейін климат ғаламшарымыздың әртүрлі мекендеу орталары мен биоалуандылығына зор әсер етіп, қалыптасуына үлес қосады. Бейнебаянды көріп болған болсаңыздар, онда әрі қарай сұрақтармен жұмыс жасаймыз. Климат дегеніміз не? Климат пен ауа райының қандай айырмашылығы бар? Әлемдік климаттық аймақтар қалай аталады? Полярлы аймақ дегеніміз не? Тропиктік аймақ дегеніміз не? Осы сұрақтарға жауап іздейміз. Жауап іздеп болған болсаңыздар, онда келесі тапсырмаға көшеміз. Ой талқы. Климат пен адамзат әрекеті арасында қандай байланыс бар? Өз ойларыңызды айтып, жинақтап болған болсаңыздар, онда әрі қарай біз интерактив дәріс орындаймыз. Астана суық, Шымкент ыстық. Астанада жел жиі соғады. Алматыда неге жел жоқ? Экваторда тек жаз, ал бізде неге 4 жыл мезгілі болады? Осы сұрақтарға жауап алғың келе ме? Осы сұрақтарға жауап алғыңыз келсе, онда қажетті тапсырмаларға көшеміз. Ол үшін біз еске түсіреміз, анықтаймыз, және зерттейміз. Еске түсір. Климат түзуші факторлар. 7-ші сыныпта география пәнінен күн райы және оның негізгі элементтерімен таныстың. Ал 8-ші сыныпта климат ұғымымен танысасың. Сонымен, климат дегеніміз көп жылдық күн райының өзгерісі. Климаттың өзгерісі климат түзуші факторларға байланысты. Бірінші фактор жер бедері. Литосфера тарауынан білетініңдей, жер бедері жазық және таулы болып,
екіге бөлінеді. Екінші фактор географиялық орны. Мемлекеттердің құрлықтық, аралдық, түбектік болып бөлінетінін есіңе түсір. Үшінші фактор күн сәулесінің түсу бұрышы. Экваторда күн сәулесінің түсу бұрышы 90 градус, ал полюстерге қарай бұрыш көлбеулене түсетінін есіңе түсір. Ауа массалары сен үшін жаңа ұғым. Ауа массалар дегеніміз тропосфераның көлбеу уақытта бір тұтас болып қозғалатын әрі біртекті бөліктері. Ауа массаларының қасиеттері олардың пайда болу аймағына байланысты. Ауа массалары төртке бөлінеді. Экваторлық ауа массасы, экватор маңында қалыптасатын ауа массасы. Экваторлық ауа массасының температурасы өте ыстық, ылғалдылығы мол, күн райы құбылмалы келеді. Тропиктік ауа массасы, 30 градустық ендік маңында қалыптасатын ауа массасы. Тропиктік ауа массасы температурасы өте ыстық, ылғалдылығы өте аз, күн райы ашық болуымен ерекшеленеді. Қоңыржай ауа массасы 35-50 градус ендіктерде қалыптасатын ауа массасы. Қоңыржай ауа массасының температурасы жыл мезгілдеріне қарай өзгереді. Ылғалдылығы қалыпты, күн райы жыл мезгілдеріне байланысты ауысады. Ашық күндер басым болады. Арктикалық ауа массасы Арктика үстінде қалыптасатын ауа массасы. Арктикалық ауа массасының температурасы төмен, ылғалдылығы аз, күн райы ашық келеді. Қажетті ақпаратты есіңізге түсіріп болған болса, онда тапсырма Жас климатолог. Бейнедәрістен үйренген ақпаратты қолдана отырып, климат түзуші факторларды сәйкестендір. Қалалардың орнын анықта, мұқият бол, уақыт шектеулі. Берілген суреттер мен климат құрушы факторларды сәйкестендір. Өте дұрыс сәйкестендірдіңіздер. Күннің түсу бұрышын қолдана отырып, картаға төмендегі қалаларды орналастыр. Тік түсетін аймақтарды дұрыс таптыңыздар. Күннің түсу бұрышы көлбеу түсетін аймақтарды да дұрыс таптыңыздар. Тым көлбеу түсетін аймақтарды дұрыс таптыңыздар. Нәтижелеріңіз өте жақсы. Ауа массаларының қасиеттері. Бұл бөлімді бастамас бұрын ауа массалары, олардың пайда болу аймақтары, қасиеттері туралы нақты ақпаратты есіңе түсір. Арнайы шартты белгілерді ауа массаларына қатысты берілген бөлімге орналастыр. Мұқият бол. Мүмкіндіктердің саны шектеулі. Ал енді экваторлық ауа массасына және суретке қараймыз, назар аударамыз. Қажетті бұлға қатысты қажетті шартты белгіні қоямыз. Дұрыс. Өте дұрыс қойдыңыздар. Тропиктік ауа массасына байланысты қажетті шартты белгімен жұмыс жасаймыз. Дұрыс. Дұрыс. Өте дұрыс айттыңыздар. Дұрыс. Өте дұрыс айттыңыздар. Өте дұрыс айттыңыздар. Арктикалық ауа массасына байланысты өте суық, дұрыс айтасыз, температураның көрсеткіші. Дұрыс айттыңыздар, құрғақ, жаңа кішкене қателестіңіздер. Жаман емес. Ауа массаларының қасиеттерін тағы бір қайталасаң, өте жақсы жетістікке жетерің сөзсіз. Жаман емес, жақсы орындап шықтыңыздар, келесі тапсырмаға көшеміз. Енді бізге Астана қаласы берілген, бірінші оның географиялық орнын анықтаймыз.
Ол үшін алдымызға атлас аламыз, ашамыз. Астана қаласының географиялық координаттарын анықтаймыз. Дұрыс айтасыз. Тексереміз қазір. Дұрыс болды. Дұрыс айтасыз. Тексереміз. Дұрыс. Дұрыс, жазықта орналасқан аймақ. Тексереміз. Дұрыс. Сарыарқа таулары орналасқан дейді. Дұрыс. Тексереміз. Күннің түсу бұрышы Қазақстан үшін дұрыс айтасыз, үнемі көлбеу болып тұрады. Ауа массалары жазда. Тексеріп көреміз қазір. Ауа массалары қыста. Тексеріп көреміз. Өте дұрыс айттыңыздар. Енді келесі қала Алматыға көшеміз. Алматының географиялық орнын анықтаймыз бірінші. Ол үшін атласты ашамыз. Дұрыс айтасыздар. Қазір тексереміз. Дұрыс, Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан. Жер бедері таулы болып келеді. Өте дұрыс айтасыздар. Жер бедеріне байланысты Іле Алатауы орналасқан. Бұл да дұрыс. Күннің түсу бұрышы. Дұрыс айтасыздар, көлбеу. Ауа массалары жазда тропиктік ауа ағындары әсер етеді. Тексеріп көрейік. Өте дұрыс айтасыздар. Ауа массалары қыста. Өте дұрыс айтасыздар. Енді сіздерге қажетті ақпараттар берілген. Назар салып оқисыздар. Климат түзуші факторлар, күн сәулесінің түсу бұрышы, жер бедері, ауа массалары мен географиялық орнына байланысты климат қалыптасады дейді. Қазақстан аумағының солтүстіктен оңтүстікке қарай созылып жатуына байланысты күн радиациясының түсу бұрышы азайып, мөлшері солтүстікте 100 килокалорияны, оңтүстікте 180-200 килокалорияға дейін ауытқып отырады. Теңіздер мен мұхиттардың алшақтығы көптеген аумақта континентті және шұғыл континентті климат типін қалыптастырады. Жер бедерінің оңтүстігінде тау, солтүстігінде жазықтардың орналасуы ауа массаларының қозғалуына әсер етеді және жел жылдамдығы мен бағытын өзгерте алады деп сіздерге қосымша ақпараттар береміз. Өте жақсы. Сен мықты синоптик екеніңді дәлелдедің. Нәтижелеріңіз өте жақсы. Келесі тапсырма. Енді бізде климат қалыптастырушы факторларды сіздер қажетті ақпараттардан көрдіңіздер, білдіңіздер. Күн радиациясы, жер бедері, ауа массалары екендігін анықтадыңыздар. Тағы қандай факторлар климатқа әсер етуі мүмкін деп ойлайсыз? Яғни біз жаңағы жоғарыда көрсетілген ақпараттарға байланысты географиялық орны да осы климаттың әсер етуіне, оны қалыптастыруға әсер ететіндігін біліп шықтық. Келесі тапсырма сіздер үшін. Мұнда сіздер өз аттарыңызды жазасыздар, сосын әкімге атау бересіздер, және мұнда сұрақ белгілері тұр. Сол сұрақ белгілерінің орнына мынау қандай климат қалыптастырушы фактор екендігін анықтайсыздар. Егер де сіздерге ақпарат жеткіліксіз болатын болса, онда төмендегі сілтемені басу арқылы қажетті ақпараттарды өздеріңізге жинақтайсыздар. Тапсырмаларды орындап болған болсаңыздар, онда кері байланыс, сәттілік ағашын орындап толтырып жібереміз.